Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің есімім Қайрат Қарабалаұлы. Астана қаласы номер 10 мектеп гимназиясында тарих пәні мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Бүгін сіздерге ұсынып отқан бейне материалым ол дәріс сабақ. Дәріс сабағының аты Kaz InfoSpace. Бұл қазіргі мектеп оқушыларының, жоғарғы сынып оқушыларына өте қажетті деп ойлаймын. Бұл бүгінгі сабағымда негізінде дәріс сабақ ретінде алдым. Жоғарғы сынып оқушыларына Kaz InfoSpace деген Қазақстан ақпарат кеңістігіндегі болып жатқан барлық жаңалықтармен оқушыларымызды таныстыру, сондай-ақ сол жаңалықтарды қалай игереміз және олардың түрлері, маңыздылығы, қасиеттері сияқты ақпаратқа қанық болатын боламыз. Сондықтан бүгінгі дәріс сабақта қолданған тәсілінің негізі дәріс, сондай-ақ түртіп ал тәсілінде қолдандым. Жаңағы айтып отқан лекцияның ішінде оқушыларға қажетті бір ақпарат кезінде өздеріне түртіп ал, кейін осы ақпаратты тағы да бір қорытындылап шығуға өзінің әсерін тигізеді. Сондықтан бүгінгі дәріс сабағының негізгі тақырыбы Kaz InfoSpace. Олай болса, қазір тамашалайық. Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі дәріс сабағыма қош келдіңіздер. Дәріс сабағының тақырыбы Kaz InfoSpace. Бұл тақтада көріп отқан тақырыпты қазір өзіміз анықтап шешіп аламыз. Олай болса, біз дәрісімізді бастамас бұрын сіздерге бір-екі сұрақ қойсам деп ойлап тұрмын. Алғашқы сұрағым, сіздерде осы елімізде, әлемде, елімізде көптеген жаңалықтар болып жатыр. Сіздер сол жаңалықтардың бір-екеуін, әсіресе біздің елімізде айтып жібере аласыздар ма? Қандай жаңалықтар болып жатыр, мысалы? Айтып жүрсеңіздер. Мысалы, доллардың көтерілуі. Доллардың көтерілуі, иә? Тағы қандай жаңалық? Спортқа байланысты болады ма? Спортқа да болсын. Иә, Геннадий Головкин жеңіліп қалуы, иә? Геннадий Головкин. Жиялы, иә? И тағы да бір маңызды, бұдан да басқа жаңалықтар бар ма? Күшті, еліміздің басты жаңалықтары. Саяси жаңалықтар бар. Саяси. Мысалы, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев соңғы кездерде ол Турциямен байланыстарын нығайтып отыр. Түркияға барып келді, өткен аптада. Үшінші жаңалық. Енді осы жаңалықтар, екінші сұрағым, осы жаңалықтар естіп көрдіңдер, иә? Біреуден естідіңдер, біреуден көрдіңдер, или телевизорден көрдіңдер, газет журналдан. Енді осы жаңалықтың біз үшін өмірімізге маңыздылығы бар ма? Қандай маңыздылығы бар осы жаңалық біз үшін? Мысалы, доллардың көтерілуі, Геннадий Головкиннің Сауль Альварестен жеңіліп қалуы, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Түркияға баруы, іс-сапары. Қандай байланыс бар сіздердің өмірлеріңіз? Мысалы, долларды алсақ, оның жоғарылығы біздің магазиндегі тауарлардың бағасының өзгеруіне әсер етеді. Өзгеруіне әсер етеді. Бұл күнделікті біздің тұтынатын товарларымыз болсын, сырттан әкелінетін экспорттық товарлар, импорттық товарлар болсын, барлығы долларға байланысты. Сондықтан біздің өмірімізге өте маңызды, иә? Маңызды. Келесі, Геннадий Головкин. Өздерінің күнделікті өмірлеріне қандай маңызы бар? Біз бәріміз күттік, иә, жеңіске жетеді деп. Сол кезде 12-ші раундтан кейін 2 балдық есептік көрсеткішпен 2-ші орынға түсіп қалды, иә, жеңілген. Біздің көңіл күйіміз түсіп кетті ма? Рух, иә, рухым түсіп кетті. Ал Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Түркияға барғаны біздің өмірімізге не қатысы бар? Біз Қазақстанмен бірге қарым-қатынасын жақсарта түсу. Одан сайын жақсарта түсу. Туысына көбірек барсаң, ол туысын сені жақсы қабылдайды, иә? Сол сияқты біз бір мемлекетке жиі барып, арамызда қарым-қатынасын нығайтатын болса, ол мемлекет бізге дос болып айналады. Бұл да маңызды деп есептейміз. Енді осы жаңалықтар, иә, біз өмірімізге тығыз байланысты екен. Сонымен осы жаңалықтардың көптеген ақпараттар бар, иә, қазір? Көптеген ақпарат.
минут сайын, сағат сайын түсіп жатыр. Если осы ақпараттарды критерий бойынша бөлейікші. Мына доллардың көтеруі қандай жаңалыққа жатады? Экономикалық, дұрыс. А мынашы Геннадий Головкин жаңалығы. Спортқа. Ал елбасының Түркияға сапары? Саясидің ішінде басты саяси, басты саяси. Сонымен біздің бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбына өзекті деп айта аламыз ба? Өйткені мен бұл тақырыпты таңдамас бұрын ойластым. Біздің оқушыларымызға не қажет? Сіздерге не қажет деген сұрақты көп ойластырды. Сондықтан мен сіздерді сыртынан көріп жүргеннен кейін ақпараттан тыс қалып жатасыздар. Сондықтан осы бүгінгі дәріс сабағында Каз, Инфоспейс деп алып отырмын. Олай болса, мақсатымызды анықтайық. Мақсатты былай қойып қойдық. Мақсатымыз оқу тәрбие барысында ақпараттың орнын анықтап, саяси хабарламаның тиімділігін арттыру. Тақырыбы анықтадық, иә? Келесі біз мақсатымызды шығардық, иә? Енді жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Сонымен мақсатымыз, тақырыбымыз бар, мақсатымыз айқын. Олай болса, келесі жұмысқа көшеміз. Бірінші, ақпарат деген сөзді көп қолданамыз. Ақпарат деген сөзге анықтама берейік. Ақпарат сақтау. Біз ақпаратты аламыз, оны сақтаймыз, түрлендіреміз, ішімізден ойымызды араластырамыз, оны біреуге жөнелтеміз. Сонымен пайдалану нысаны болып табылатын қоршаған орта әлем туралы мәліметтерді біз өзімізге жинап, басқаға жеткізуші. Бізге де керек, және басқаға да таратамыз. Келесі. Өздері білесіздер, адамзат туылғанда анасынан 10% ақпаратпен туылады. Қандай ақпарат деп ойлайсыздар? Ол туғаннан біліп туа сала ма? Жоқ. Енді? Не орындайды? Не пайда болады? Табиғи инстинкт пайда болады, иә? Сәби туылған кезде ол бірінші жылайды. Ол қарны ашқан кезде жылайды. Сосын оның жаңағы анасының сүтін емеді. Табиғи инстинкт, оны ешкім үйреткен жоқ. Бірақ 10% ол осылай табиғи инстинктпен туылады. Ал біз 90%-ді 100-ге толтыру үшін. Біз қалған 90%-ді қайдан аламыз? Қоршаған ортадан аламыз. Сондықтан ақпараттың біз үшін маңыздылығы өте жоғары. Біз ізденіс үстінде боламыз. Бірыңғай ізденіс. Біз іздеп жүрміз. Адасамыз, кейбіреулеріміз табамыз. Ақпараттың дұрыс жолдарын іздестіру жолында. Тәсілдерін көрсетіп отыр. Бірінші, көру тәсілі. Біз көзбен көру арқылы, визуалды көру арқылы ақпаратты қабылдаймыз. Келесі, құлағымызбен естиміз. Бұл да ақпаратты қабылдау тәсілі болып табылады. Дәм сеземіз. Бізге де бұл дәм сезу, бұл ақпаратты қабылдау болып табылады. Сезу, қолымызбен ұстап сеземіз. Бұл да ақпарат біз үшін. Және иіс сезу арқылы. Бұл да біз үшін ақпарат қабылдаудың тәсілдері. Енді осыны пайыздық көрсеткішпен көрсететін болсақ, ақпарат алудың арналарға бөлінуі, мысалға біз азынан бастайықшы. Сезу дейді, 2% сеземіз. Одан кейін дәм сезу 3%. Иіскеу, иіс сезу арқылы. Ақпараттың біз үшін қандай маңыздылығы бар екен дегенге, мына тақтада көріп тұрғандай, бұл жүріп бара жатқан кім деп ойлайсыңдар? Жауынгер? Кім деп ойлайсыңдар? Жауынгер, жауынгер. 490 жылы Филиппент деген грек жауынгері, өздеріңіз білесіздер, 490 жылы Афинадан 40 шақырым жерде марафон жазығында гректер мен парсылардың шайқасы болды. Сол шайқас барысында Афинаға 40 шақырым жерге ақпарат жеткізу үшін жеңіске жетті ғой. Өйткені гректер жеңіске жеткеннен кейін сол ақпаратты жеткізу үшін бір жауынгерді таңдап алады. Сол жауынгер марафон жазығынан Афинаға дейін
42 шақырым 195 метр жүгіріп барып, Афина халқына өзінің қуанышты хабарын жеткізді. Бұл жерде айтайын деген ойым, ақпаратты біз құлақпен естідік, көзбен көрдік, дәм сездік, қолмен ұстап сезіп отырып, бұның барлығы біздің ақпаратты қабылдау тәсілі болып табылады. Сондықтан ақпараттың біз үшін маңыздылығы сол заманда да өте керемет болған екен. Сондай-ақ бізге ата-бабаларымыз өткен ежелгі адамдар бізге ақпаратты беруге тырысты. Әсіресе өздеріңіз білесіздер, таңбалы тас
Казинфоспейс, яғни қазақ тілінде айтқанда Қазақпарат кеңістігінің жаңалықтарын біз бүгін ғана ойлап тапқан жоқпыз. Бұл Совет үкіметі кезінде әбден талқылаудан өзін бағасын алған саяси хабарлама болатын. Біз осы заманға бағыттап жаңа форматта ұсынып отырмыз. Өздеріңіз осы Совет заманында біздің политинформация дейді, яғни сол кездегі оқушылар өздерінің сабақтың үстінде елімізде болып жатқан ақпаратты талқылау үстінде. Сондай олар тек қана ауызша айтып қана қоймай, барлығы бірігіп, газет журналдарды қарап, сол ақпаратты сараптап, өзгерістермен таныс болып жатты. Ал енді осы сол Совет заманындағы ақпарат саяси хабарламаның бүгінгі таңдағы мынау ақпараттың кеңістігіндегі шектеусіз толып жатқан ақпараттардың ішінен біз өзімізді жоғалтып алмас үшін кез келген ақпаратты мына жаңалықтар шеңберіне салып қарауға болады. Ал өзіңізге қарай ыңғайластырып алып талқылауға болады. Мысалы, сізге спорттың ішінде басқаша мәдени салада музыка ұнауы мүмкін. Сондықтан шеңбердің ішіне өзіңіздің ақпараттарыңызды қойып қойып, мысалы, мәдениет ішінде музыка деп қойсаңыз, музыканы да қосып, осы ақпараттың ішіне салып қоюға болады. Ал ақпараттың шеңберіне кірмейтін басқа да керек емес жаңалықтар болады. Ол ақпаратты өзімізге қабылдамауға тырысамыз. Жаңалықтар шеңберіне салатын болсақ, жаңа мана дәрісіміздің басында өздеріңіз айтып кеттіңіздер, бірінші жүгінетін саяси жаңалықтар. Біздің еліміздегі саяси. Әлем емес, біздің еліміздегі саяси жаңалықтарға. Оларды басты жаңалықтар деп айтуға болады. Екінші, әлем жаңалықтары. Ол біз өзімізді ғана біліп қана қоймай, әлемде де саясат сахнасынан да танысып білуіміз керек. Кейін экономика жаңалықтар шеңберіне салуға болады. Білім мен ғылым осы шеңберге салып қоюға болады. Және біздің қауіпсіздік жағдайымызда осы 102 қылмыстық жаңалықтарда осы жаңалықтардың ішіне кіргізіп қоюға болады. Сондай-ақ мәдени жаңалықтар, спорт. Осылай біз келіп жатқан ақпараттарды сараптап, әрқайсысының ішіне орналастыра білсек, біз таза, ғылыми, мәнді, мағыналы ақпараттарды игеретін боламыз. Олай болса, қазір жаңағы ақпараттың несін жазып қойып, ақпарат шеңбері. Мына жерде толықтай түсініктеме беріледі. Бұған тоқталмай қойын. Келесі бізде ақпараттың көздері. Енді осы ақпараттарды манадан бері айтып жатыр, қабылдау тәсілдері. Одан кейін неге тоқталдық? Бейнелеу тәсілдері, бізге жеткізілуі. Ал ақпараттың қасиеттеріне тоқталдық. Енді осы ақпараттың көздері болады. Қайдан аламыз? Қазіргі заманда біз барлықтарыңыз білесіздер, газет журналдан аламыз. Олар газет журналдарды көбінесе осы кез келген жерде сатып алып, сол ішіндегі жаңалықтарды біліп алуға болады. Одан кейін радио арқылы ақпарат қабылдау болады, теледидар арқылы және ғаламтор желісі. Әртүрлі жаңалық сайттары бар, сол жаңалық сайттарына тіркеліп, сол жерден өзімізге керекті ақпаратты біліп отыруға болады. Бұл ақпараттың негізгі нелер болып табылады? Көздері. Қазіргі таңда жалған жаңалықтар, fake news дейді, кең таралуына байланысты шындыққа жанасатын ақпараттарды игеруге басымдық берген жөн дейді. Fake көп таралуына байланысты кейбір ақпараттар жалған болуы мүмкін, бірақ сол ақпараттың жалған емес екенін анықтау үшін мана мен сіздерге айттым, ақпараттың қасиеттері. Сол формулаға салған кезде ақпараттың шын өтірік екенін білуге болады. Сондықтан fake newстан аман болу үшін ол жаңалықтарды не істеп отыру керек? Керек емес. Қоқыс мусорына, қоқыс жәшігіне салып отыруымыз керек. Олай болса, бүгінгі мына кезеңдердің барлығын қорытындылап, бәріне тоқталып кеттік. Сонымен бүгінгі дәріс сабағымыз өзінің мәресіне жетті. Дәріс тақырыбы өздеріңізге түсінікті болды. Казинфоспейс. Сондықтан көңіл қойып тыңдағандарыңызға, келгендеріңізге рахмет. Бүгінгі дәрістің біз үшін маңызы өте көп, себебі бүгін мысалы біз ақпаратты қабылдау және өңдеу туралы біршама мәлімет алдық. Ақпарат шеңберін, ақпаратты қалай сақтау керектігін, ақпараттың бізге өмірімізде қажеттілігі туралы білдім.